Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен бисквитный рулет рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. ұн, сүт, жұмыртқаның сарысы, жұмыртқаның ақуызы, кілегей, қант, сұйық май, шымшы тұз және варенье. Жұмыртқаның ақуызына шымшы тұз салып, 2-3 минуттай миксермен араластырып аламыз. Міне осындай болып шықты. Енді қантымызды себелеп салып, миксермен араластырамыз. Жұмыртқаның сарысына қант салып, 5-10 минуттай миксермен араластырып аламыз. Сүт, сұйық май құйып, венчикпен араластырып аламыз. Ұнды себелеп салып, венчикпен араластырамыз. Жұмыртқаның ақуызына жұмыртқаның сарысын 2 ас қасықтан қосып, венчикпен араластырамыз. Протеинді алдын ала дайындап, майлап қойдым. Қамырымыз осындай сұйықта болуы керек. Енді протеинімізге құямыз. 180 градусқа 10-12 минутқа пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болды. 5 минуттай суыды. Таза пергамент қағазын алып, бетіне жабамызды аударып, жаңағы бисквит піскен пергаментті алып тастаймыз. Бисквитімізді рулет қылып орап, толықтай суығанша қоя тұрамыз. Кілегейді құйып, миксерге араластырып аламыз. Кілегейімізге 4 ас қасық қант салып, тағы да араластырамыз. Смородина вареньесін салып, тағы да араластырамыз. Бисквитіміз толықтай суыды, креміміз осындай болып шықты. Енді кремімізді бисквитке жағып, рулет қылып орап шығамыз. Міне достар, 5 минутта жасалатын бисквитный рулет дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.